Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бізде бүгін жаңа тақырып, дүниежүзі тарихынан жазып аламыз тақырыпты. Наполеон империясы қалай құрылды және оның құлдырау себептері. Наполеон Бонапарттың билікке келуімен империяның құлауы. Бірінші, яғни бізде Францияда білесіздер өткен жағдайда революция болады. Францияның жағдайы қандай болады осы кезде? Яғни 18 ғасырдың соңында Францияда революция болады, иә? Король билігі жойылады, елде тәртіпсіздік пен соғыс жалғаса бастайды. Яғни халық тұрақтылықпен мықты билікті қалады. Наполеонның билікке келуі. Наполеон Бонапарт француз армиясының талантты қолбасшысы. 1799 жылы 18 Брюмин төңкерісі арқылы билікке келеді. 1804 жылы өзін император деп жариялайды және де өзінің жаңа тәртібін осы Франция мемлекетінде орнатады. Жалпы Наполеон империясы қалай құрылады? Францияда күшті бір орталықтандырылған мемлекет билік орнайды, иә. Экономика мен заң жүйесінде реформалар жүргізіледі, түрлі өзгерістер енгізіледі. Осы Наполеон кодексі енгізіледі, азаматтық заңдар жинаған, азаматтардың құқығы декларациясы қабылданады бізде, бостандығы туралы. Еуропаның көп бөлігін бағындырған болатын. Енді Наполеон соғыстары. 1805 жылы бұны жазып аламыз. Аустерлиц шайқасында жеңіске жетеді. 1806-1807 жылдары Прусия мен Ресейге қарсы соғыстар болады және 1812 жылы Ресейге жорық, яғни империяның әлсіреуінің бастауы болады. Енді империяның құлдырау себептері қандай себептер болады? Ресей жорығының сәтсіз аяқталуы, Еуропа халықтарының Наполеонға қарсы күресі, Франция экономикасының әлсіреуі және 1814 жылы Наполеон тақтан түседі және Эльба аралына жер аударылады. Қорытындылай келе, енді Наполеон қысқа уақыт ішінде осы Еуропада үлкен империя құра білді, иә. Алайда шексіз билік пен соғыстар оның құлдырауына әкелді. Наполеон дәуірі Еуропа тарихындағы ең маңызды кезеңдердің бірі болып келеді. Тарихтағы кез келген күшті билік әділдік пен тепе-теңдікке сүйенуі керек деген керемет сөзбен аяқтайық бұл сабағымызды, иә. Тапсырманы мен жеке Google Classroomға жүктеймін, содан қарап, жазбаша түрде орындап, сол жерге жүктейсіздер. Жақсы ма? Онда сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.